Так, интернет басталды. Естіліп тұр ма, көрейік. Микрофон керек па, керек емес па? Микрофон қоспай ақ қоямыз біз. Қоспай ақ қоямыз ба? Иә. Керек жоқ. Иә, анық шығады деді ғой микрофон. Қысықты да қояйықшы. Так. Былай болсын. Жақындырақ отырыңыз. Ербол жақынырақ. Ел көріп қатсындар. Кімнің бар екен жүрді. Сәлеметсіздер ме, мен Айман Омарова. Менің қасымдағы ол Салтанат Құсманқызы, менің қорғауымдағы, және де Ербол Дәулетбек, Атажұрт еріктілерінің өкілі. Бүгін біздің тақырыбымыз ол Салтанат Құсманқызының ісі. Сол жағдай туралы айтамыз. Неге бас прокурор сондай наразылық беріп отыр? Заңды Алматы қаласының апелляциялық сот сатысының заңды шешіміне неге осындай наразылық беріп отыр? Бұл қазір мен қазақ тілінде айтам, сонан соң мен қысқаша орыс тілінде айтам, сонан соң Салтанат және Ербол өздері қысқаша айтып кетеді. Здравствуйте, я Айман Умарова и моя подзащитная Салтанат Құсманқызы и Ербол Дәулетбек, представитель Атажурта. И что я хочу сказать. Сегодня тема – это почему генеральный прокурор защищает интересы незаконного бизнеса китайской компании. Это, во-первых, и почему вдруг он подает протест в Верховный суд, и что за этим стоит. Сначала я буду говорить на казахском, далее я вкратце остановлюсь на русском. Потом Салтанат Құсманқызы на казахском, и Ербол Дәулетбек будет говорить на русском. Почему мы так хотим сделать? Потому что мы хотим, чтобы всем было понятно. В основном у нас публика казахоязычная, но тем не менее некоторые люди не понимают на казахском языке, поэтому мы хотим, чтобы было все понятно. Итак, сначала на казахском. Құрметті қазақ елі. Өздеріңіз білесіздер, Салтанат Құсманқызына өздеріңіз қатыстыңыздар. Қатысқанда виртуально болса да келіп қатыстыңыздар сотқа. Сотта қолдадыңыздар. Бәріңізге мыңда бір рахмет. Құрметті қандастар, сіздерге мыңда бір рахмет. Қай жерде болсаңыздар да, қай қалада болсаңыздар да, шетелде болсаңыздар да Салтанат Құсманқызын қолдадыңыз. Сол үшін сіздерге алғысымызды айтамыз. Біздің айтатынымыз қысқаша былай. Салтанат Құсманқызын жалған арызбен соттап отыр. Жалған арыз дегенде, арызды жазғанда ішіне жалған сөздер, жалған болмаған істі болды деп сөйтіп айыптап отқан. Сөйтіп бұл оқиға 2014-2015 жылдары болады. Салтанат Құсманқызы өзі ол жағын айтады, ал енді қазір мен айтайын дегенім, немен бітеді екен. Бірінші сот сатысында, яғни Бостандық аудандық соты Салтанатты 8 жылға заңсыз соттайды. Соттаған кезде Құдабаев деген судья болады. Құдабаев деген судья соттайды. Сонан соң Салтанат Құсманқызы, Атажұрт еріктілері келіп, маған Салтанат Құсманқызының Бағдат деген ақбесі келіп көмек сұрайды. Соның 8 жылға сотталғаны өйін, енді қиын ғой мына сен. Не болған десем, қарасам, көп заңсыз заттар болған. Соттың енді шешімі заңды деп айтуға болмайды. Бірінші сот сатысы Құдабаев мырза, яғни жаңағы компанияны қолдап, ешқандай заңсыз, прокурор бәрі жабылып отыр, әйтеуір соттап жіберген 8 жылға. Ешқандай жайға қарамағанда. Сөйтіп, мен апелляциялық сот сатысында қатысам. Апелляциялық сот сатысына қатысқан кезде 7 айдай болады.
апелляциялық сот сатысы Салтанат Құсманқызға қарсы шыққан үкімді өзгертеді. Өзгертіп, Салтанат Құсманқызын 8 жыл емес, жаңағы кейбір баптармен ақтайды. Өзі үйіне апарғаны, бұны былай болады да, Бостандық ауданның сотының үкімін өзгертеді. Үкімнің Құсманқызы Салтанаттың Қазақстан Республикасының 419 екінші бөлігі сотталған бөлігінің күшін жойып, Құсманқызы Салтанаттың іс-әрекетін 419 екінші бөлігінде көзделген қылмыс құрамының болмауына байланысты ақтау үкімін шығарады. Сонан соң 176 бабы 4 бөлігінің Б тармағынан Қазақстан Республикасының 254 бабымен қайта сараланып, оған осы баппен 2 жыл береді. Бірақ бұл кісі отырып шыққан, тергеу абақтыда соны санап шығады. Сөйтіп шықты. Бұл жерде бұл үкімнің әрине Алматы қалалық сотының қаулысы заңды. Себебі нақты қарады. 3 судья қарап, 7 ай бойы қарады. Бәрі біледі ғой, апелляциялық соттасында 5 минут қарайтын, көбінесе. Ал бұл жерде 7 ай бойы қарап, куәгерлерді шақырып, соның бәрін сөйтіп, осындай шешім шығарды. Енді бас прокурор не істеп тұр? Бас прокурорымыз ешқашанда дауысын естімегенбіз бас прокурордың. Кімде болса мен сұрадым, дауысын білесіздер ме? Қалай сөйлейді біздің бас прокурорымыз? Білмейді ешкім. Бас прокурор ешқашанда мынандай арызданып, бір нәрсе істеп, көмектесіңіз, бұл жерде әділетсіз болып жатыр, заңды емес шешімдер шығарылып жатыр, көмектесіңізші деген кезде ешқашанда ол оны бұзбайды. Ешқашанда наразылық бермейді жоғарғы сотқа. Ал енді осы Қытай компаниясының қара нал дейді ғой, қымтырған ба, жымтырған ба, білмеймін қалай деп айтсам да болады, шынымды айтсам. Әйтеуір осы заңсыз әрекеттерін көріп отырып, біздің бас прокурордың істегені не? Біздің бас прокурор наразылық жібереді жоғарғы сотқа. Сонда бас прокурордың ойы бойынша бірінші сот сатысы керемет, мықты шешім шығарған, 8 жыл отыру керек Салтанат Құсманқызы. Ал апелляциялық сот сатысы сонда 3 судья болған, олар түк қарамаған, сонда олар ақымақ па сонда? Мен соны түсінбеймін. Ал бас прокурордың жазғанын көрсеңіз, мына жерде оқып, маған наразылығын да жіберген жоқ әлі мен. Енді біліп отырмын. Маған ешкім наразылығын жіберген жоқ. Ал енді 5 осы қаңтардың 5-інде ол жаңа жылдан кейін бірінші жұмыс күні қойыпты жоғарғы сот. Біз бәріміз білеміз, бас прокурор ешқашанда ондай жоғарғы сотқа наразылық түсірмейді. Түсірсе, анда-санда бір түсіреді. Бұл жерде ода сенім бар. Ол жерде кассациялық сот сатысына берген себебі мүмкін таныстары да бар, бәріміз білеміз. Мүмкін біреулерімен келісіп қойған ба? Сол үшін Салтанат Құсманқызын 8 жылға соттатқысы келіп отыр. Ал сіздер айтасыздар, бұл жерде қандай шикілік бар? Мен айтайын, бұл жерде шикілік көп. 10 жыл бойы Салтанат сол жаңа Қытай компаниясының Жан Уэйдің ақшасын және жаңа оның жұбайының аты кім еді? Жакулин. Сол мырзаның ақшасын үйіне апарып отырған. Үйіне апарып, бұған арыда бер, курьер сияқты апарып қой, бүйтіп қой, сөйтіп қой. 10 жыл бойы сол үйіне барады да, ақшасы жоғалады. Соны енді бұл кісіден көріп отыр. 10 жыл бойы жоғалмаған ақша жоғалып. Бірақ бұл жерде негізінде куәгерлердің арасында да кейбіреулер бар. Туған туысқандары бар. Оларды да күдікті ретінде қараса болар еді. Бірақ жоғалған ғой енді, жоғалған рас. Бұл кісі Салтанат Құсманқызы, мен оны алған жоқпын десе де болатын еді. Бұлар оны қолын қойғызбаған, кейін қол қойғызған. Ана бухгалтерияда көп ақша көрінбейді, ол қалай табылған ешкім білмейді. Печаттарының көбі өтірік печат. Солын қарамастан бас прокурор заңсыз әрекеттерін көріп отырып, істеген анау не үшін істеп отыр? Бас прокурорымыз, нақты біздің бас прокурорымыз Қытайдың заңсыз табылған ақшаларын қорғап отыр. Қытай компаниясын қорғап отыр.
әңгіме Қытайда емес, ол Қытай қазақ деп бөлмейтін болсақ, бұл жерде заңсыз болып тұр. Тағы айтатын жағдай, осы Қытай мәселесіне келген кезде прокуратура өзін басқашалап көрсетеді. Мысалы, Лювей дегеннің ісі болды. Оны заңды жүрген бизнесмен, Қытайдың бизнесмені, олар арыды алып келді, беріді әкелді, өтірік қамап қойды, бүйтіп-сөйтіп, полиция арқылы заңсыз әрекеттер жасады, прокуратура соның бәрін көріп, өздері істеткен сияқты деп отырмыз. Ал енді сол жаңағы Алматы қаласының Абдрахманов, Қыдырғалиев, Бөлікбаев деген солардың заңсыз әрекетіне істі қозғаған болатын. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінде бар. Ал олардың ісін олар жапқысы келіп отыр. Оларды көрмейді. Себебі бұл жерде бұлай болған. Ол басқа іс қой енді. Қытайдың бизнесмені не істеді десеңізші, бір келісім шартқа қол қоймаған. Содан басталған әңгіме. Ал бұл жерде болса, тағы да прокуратура. Бұл жерде осы Қытайдың бизнесін, заңсыз бизнесін қорғап отыр. Себебі менің жеке пікірімше, бұл жерде негізінде, бұл Қытайдың бизнесі дейміз, біздің тұлғалардың бизнесі негізінде. Солармен бірге заңсыз әрекеттер жасап отыр бұлар. Соның бәрін жауып, соның бәрін не болып отқан? Соның бәріне араша болып отқан, ол біздің прокуратура. Ал енді сонда не үшін өйтеді? Тағы айтатын жағдай, өздеріңіз білесіздер, сайлау болады осы қаңтарда. Тура сайлаудың алдында бас прокурор осындай істеп отыр. Неге? Сотымыз оны 5-не қойып отыр. Бірінші жұмыс күні. Неге? Мына елдердің бәрін өстіп көтерілсін деп отыр ма сонда? Жоқ әлде елдердің бәрін наразылық білдірсін деп отыр ма? Не істеп отыр сонда? Біз сіздердің бәріңізді өйтіп көтеріліп, бір нәрсе істе деп, заңсыз әрекеттер істе деп айтпаймыз. Ондайдың керегі жоқ. Бірақ мына жерде нақты білетініміз, біздің бас прокурор өзімізге қарсы шығып отыр. Халыққа қарсы шығып отыр. Оның өзі отставкаға кету керек. Себебі бұл негізінде сайлаудың алдынан осындай істеп отыр. Не үшін істеп отыр? Бұл жерде бар ма саясат? Менің ойымша саясат болуы мүмкін. Себебі өзіміздің прокурор осындай елді жылатып, елдерге көрсетіп отыр. Мен кімді қолдаймын, а сендер кімсіңдер деген сияқты. Негізінде бәрі біледі. Осындай болған кезде біз бәріміз айтамыз, билік анандай, билік мынандай дейміз. Соны күтіп отыр ғой деймін. Бұл жерде нақты айтатыным, кассациялық сот сатысы прокурордың протестін қанағаттандыру мүмкін. Себебі прокурордың ондай сенімі болмаса, ол ешқашанда оған бермейді. Енді орысшасы. Еще раз, здравствуйте, я Иман Умарова. Я хочу сказать вот что. Генеральный прокурор делает все для того, чтобы поддержать незаконный бизнес китайской компании. Но в данном случае мы полагаем, что, возможно, речь не идет о китайской компании. Здесь речь идет о тех лицах, которые стоят за этой китайской компанией. Когда касается китайской проблемы, прокуратура то ли умалчивается, то ли делает все шиворот на выворот. То есть, вот смотрите, что получается. Здесь мы абсолютно понимаем, что Салтанат Кусманқызы где-то в 2014-2015 году это случилось. Около 10 лет, все время чуть ли не как курьер ходила, деньги, которые они добыли, видимо, она хранила, носила туда, носила сюда, все было прекрасно, до того момента, как не потерялись эти деньги. Ну, то есть в один прекрасный день. Она могла сказать, что их не брала, но она не говорит об этом. Она говорит, да, я хранила, отнесла туда, куда они просят. И что там случилось, это второй вопрос. Но мы подозреваем, что здесь могли быть, если это реально, причастны родственники, да, вот покойного Джакулина. Жена его гражданка Китая Джан Уэй. И вот что происходит. Здесь идет явно поддельные печати были, явно неучтенные товары были или неучтенные бухгалтерии. Во всяком случае, однозначно, что это был черный нал. Все это доказывается документами, все это доказывается бухгалтерией. Все это есть. И что происходит? И нашли кого виновным сделать. Кусманқызы осудили, 8 лет дали ей. И вот они приходят ко мне, говорят, Бостандыкский суд 8 лет дает, за что дает, мне непонятно. Я думала, что может законное решение. Когда посмотрела, я была в шоке. И я написала апелляционную жалобу.
И апелляционная жалоба, Алматинский городской суд рассматривал его в течение 7 месяцев. Вызывали всех почти свидетелей, чего только не было. И апелляционный суд оправдал ее по статье 419 части 2, значит, дали ее 176 переквалифицировали на 254 и дали ей 2 года, но дело в том, что она в следственном изоляторе отсидела, и таким образом она вышла на свободу. То есть все это не доказано. И по ходу мы видим масса незаконных действий, масса неучтенного товара, масса именно черной бухгалтерии, да. И что происходит? И теперь генеральный прокурор вдруг пишет протест и в кассационную инстанцию. Все вы знаете, что нашего генерального прокурора никто не слышал. Мы никогда не слышали его голос. Мы не знаем, как он выступает. Мы вообще не знаем, он вообще с кем общается, с народом, нет. К нему прием попасть сложнее, чем, например, к президенту. И я что хочу сказать? Генеральный прокурор просто так протест не напишет никогда. Он напишет тогда, когда есть возможность, может, он договорился, мы так думаем, скорее всего, с кассационной инстанцией, и он защищает незаконный бизнес китайской компании. Почему? Мы думаем, что, возможно, это не китайская компания, возможно, за этим стоят другие какие-то бизнесмены, или они сами крышуют этот бизнес прокурорский. В общем, просто так у нас ничего не бывает. Но самое интересное, чего хочет прокурор? Именно подает перед выборами, и 5 числа, в первый рабочий день, 5 января, будут рассматривать Верховный суд. Прокурор абсолютно уверен в том, что, значит, отменит это решение, потому что если бы он не был уверен в этом, он никогда бы не подал. Все это знают. Тем более Нурдаулетов. Нурдаулетов, у меня личной претензии к вам никакой нет, но я сужу по вашим делам. Никогда генеральный прокурор никогда не делал протест, когда ты пишешь о незаконных каких-то действиях. Пишешь и пишешь, он не отвечает или дает отсылку, ничего не делает. И я еще хочу обратить внимание на другое дело. Когда вот касается законного бизнеса, если вы помните дело Лювей, там они держали, я имею в виду сотрудники департамента полиции города Алматы, держали Лювей незаконно. И после этого, естественно, когда в отношении Лювей прекратили уголовное дело, нужно было регистрировать уголовное дело в отношении сотрудников. Да, зарегистрировали уголовное дело в отношении Кадыргалиева, в отношении, вернее, по факту, где проходит Кадыргалиев, Буликбаев, я думаю, Абдрахманов должен проходить. Вот они все проходят, и прокуратура это дело не направляет в суд. Отдирает так. Почему? Потому что за ним стоят люди, которые, то есть китайский бизнесмен Лювей не захотела договариваться с кем-то из наших. То есть вы понимаете, вот это вот дело, вот когда вот сравниваем. Что получается? Прокуратура появляется тогда, когда есть чья-то воля. То есть это говорит о том, что наши прокурорские работники, именно вот прокуратура города и, мы будем говорить, генеральная прокуратура, конкретно вот господин Нурдаулетов, кто за вами стоит? Вы скажите, пожалуйста. Вы не работаете, вы развалили работу. Господин Нурдаулетов, вас надо в отставку отправить, это одно, но вы делаете против народа. И не просто против народа, вы делаете даже против власти. Там, где вы есть. Знаете, почему я так думаю? Потому что ни один нормальный прокурор не захочет, чтобы 5 числа, первый рабочий день после Нового года, рассматривали кассационную жалобу. А вы это хотите. Вы хотите, чтобы перед выборами люди возмущались, люди там, кто-то там что-то делал, там протест делал, может быть, кто-то еще что-то. Но мы не хотим никакого протеста. Мы хотим, чтобы было все спокойно. И вы знаете, вы специально будоражите людей, и вы хотите, чтобы люди выступали против президента. Вот лично мое мнение. Мне кажется, по-другому не назовешь это. Если вы заботились бы о благополучии, о стабильности людей, вы бы не делали бы, вы бы не написали такой бездарный протест, потому что вы знаете, что эта кассационная инстанция поддержит. Потому что в кассационной инстанции есть ваши люди. Вы знаете 100%, что она будет 8 лет сидеть только потому, что там китайский бизнес. Нет, это даже не китайский бизнес. Да, это бизнес, это деньги, связанные с Китаем. Но за ним стоят наши. И в том числе вы. Я не верю вам. Я считаю, что вы за этим стоите. Если вы были так чисты, почему вы так делаете?
Вы именно вот, и даже подача идет у вас перед выборами, и даже вот это вот рассмотрение идет перед Новым годом, хотя вы скажете, ах, кассация поставила, но это же ваши люди там, некоторые судьи же, вы знаете же их хорошо, вы прекрасно знаете, и вы специально хотите, чтобы все люди, которые, все наши кандастар, да, все люди, которые прибыли в Казахстан, да, на историческую родину возмущались, вы это хотите, чтобы все народ взбудоражился. Лично мое мнение это такое. Я вас не хочу обвинять. Да, вы можете зарегистрировать на меня дело, еще что-нибудь сделать, но я этого не боюсь, потому что я вижу, как вы развалили прокуратуру, и на это смотреть тошно. В общем, ситуация безысходная, очень тяжело. Прокурор поддерживает черный нал. Значит, возможно, это под эгидой китайской компании, это наши делают, но в любом случае мне непонятно, почему прокуратура города, вот даже теперь я боюсь сказать прокуратура города, возможно, вот как раз таки оттуда это идет. Вот нет у меня к вам личной претензии, господин Нурдаулетов. Если возможность, пожалуйста, я могу с вами встретиться, но мне все время хочется, почему вы такие вещи делаете, мне это непонятно. Құсман қызы, енді өзіңіз айтып кетіңіз қысқаша. Салтанат. Мен Құсман қызы Салтанат. 2014-2015 жылдан бастап осы Қытайдың компаниясы, Асай компаниясы мені соттады. Сол компаниямен соттасып келем, және мені 8 жылға соттады бірінші рет. Мен бұл компанияда 10 жыл жұмыс жасадым. Бұл компанияда ақшаны Жаңғи үйіне барып сақтайтын, және де кімге қандай мақсатпен қандай ақша беру жүргенін білем. Бұл компанияның жалған заводтың печаттарын жасатқанды білем. Бухгалтерияның жалған документтерін жасатқандарын білем. Бүкіл компанияның осындай бұзық жалған құжаттарды сонымен айналысатқанын бәрін білетін. Соны әшкерлейді деп сол мақсатпен ба білмеймін, бұл компания мені 8 жылға соттады. Асқар Жакулин қайтыс болғаннан кейін Жаңғи жалған шығыс кассалық ордер жасатып, мені 77 миллион 400 мың теңгені жымқырды деп 8 жылға соттады. Ал прокурор болса, маған осы жалаға жабушыларға жақтасып, мені тағы да соттатпақшы. Мен халқымнан көмек сұраймын, маған араша түсуін сұраймын. Бұл жерде Салтанат ісі 2019 жылы шілде айында 8 жылға соттап жібергеннен кейін арада 7-8 ай Алматы қалалық соты өлгендерін ақтап бір әділетті үкім шығарған еді. Оны біздің бас прокурор әзір әділетсіз алдыңғы Бостандық ауданының үкімін жақтап, әділетті шығып отырған үкімді күшін жойдырып, Салтанатты қайтадан соттатуға мүдделі болып отыр. Бұл жердегі біздің прокурордың өзі осындай жала жапқыштарға, ұрыларға, қарыларға, қаралаушыларға көмектесіп отыруы біздің мемлекеттің беделіне аса үлкен нұқсан келтіреді деп есептейміз. Бізде жемқорлықтың қаншалық дәрежеге жетіп кеткендігін осыдан білуге болады. Әйтпесе, осындай бір обалды болған делоны ақтап көмектесуге міндеттеді прокурор болған адам. Міндеттеді қарауға. Ол керісінше әділетсіз үкімді жақтап отыр. Бостандық ауданының шығарған әділетсіз үкімі. Ол жерде судья айтқан, судья соттаған кезде қылмысы дәлелденбеді деп тұрып соттап жіберді Салтанатты. Міне біз сотта бармыз. Ол бірінші сот сатысында 8 жыл берген. Мына прокурор тура осы әділетсіз үкімді жақтап отыр. Прокурор мықты болса, ең алғаш Жакулиннің үйінен ұрланған 430 мың долларды тапқызсын. Ішкі істер ол істі жауып тастаған. Оны жапқызып тастайды. Ұрыны неге таппайды? Жакулиннің үйінен 430 мың долларды кім ұрлады? Соны тауып шықсын, прокурор мықты болса. Ішкі істерге тапқызсын. Не істейді ішкі істер? Олар ішкі істер таппайды, табамай көп тұрсы ғой, қандай не істеп отқан олар? Енді бұндай нәрсені бұлар істемейді. Бір әділетті дүниені істемейді. Әділетсіздікті жақтайды. Бұл біздің елдің болашағына үлкен қауіп. Үлкен қауіп. Үлкен қауіп. Бұл мына елді әділетсіздікке қарай, әділет іздеуге қарай итермелейді. Бұның бәрі мемлекеттің орнықтылығына, ұлттың болашағына балта шабу. Сол үшін мына бас прокурордың істеп отырғандығын қылмыс деп есептеуге болады. Ол өйткені әділетсіздікті жақтады.
әділетсіздікті жақтағанда да байқайсыз ба, мына Қытай бизнес деген кезде келеді да, осы жерде тіреліп қалады. Анау Лювей дегенде, ол жерде ол заңды болғанда, заңсыз қылады да, ол ана біреуге қол қоймай қойған келісім шартына. Сол үшін бәрі келіп, полицияларды айдақтатқызып қойып, полициялардың заңсыз әрекеттерін не қылып, енді полицияларды сотқа жібермей отыр. Неге жібермей отыр? Себебі олар прокурорлардың не істегенін айтады. Біздің ойымызша прокурорлар соларға айтты, былай істеңдер деп. Біздің ойымызша енді. Себебі әйтпесе олар неге түседі? Ана неде, мысалы, Қыдырғалиев пен Бөлекбаевтардың бәрі сөйлесіп жатқан кезде, прослушкада бүйтеді, Горкаға барып, Абдрахманов сөйлесіп көсін дейді да, Горка дегені, тау ғой енді, Горка дейді, городской дегені. Сол қалалық прокурорға барып, әйтеуір шешіп келу керек та, сонда сыбайлас жемқорлық емес ол. Соның бәрі мына сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің жүріп жатқан істе сондай бар. Соны араша болып отыр. Қалалық прокурордың өзі сол жаңағы заңсыз жасап жатқанды қамамайды, ешнәрсе істемейді. Сонда ол ана бизнесменді, Қытайдың бизнесменін қамап қойғанда, қамап өздері білген істеген. Ақшасын алған, бүйткен, сөйткен, оны нәрсе істеп отқан жоқ. Ал мына жерде мына Қытайдың бизнесі дейді, бұл жерде де жетіп тұрған жоқ. Не қылады да, Қытайды алады да, бүйтеді де, сөйтеді де, Қытай компаниясы дейді, оның кімге беріп жүр бұл ақшаны олар? Айтыңызшы. Мына мысалы Құсман қызы біледі, кімге апарғанын, қалай апарғанын, бәрін білмесе де, оны біледі. Сонда бұның артында тұрған біздің ел, біздің бизнесмендер. Ал бұл кім сонда? Соны айтыңызшы. Кім Қытай бизнеспенен Қытай деп өзінің ғана ақшасын ары бері шығарып жүрген, заңсыз әрекеттерін жасап отыр. Ал сонда прокурор білмейді дейсіз ба? Біледі. Прокурор неге? Соны біліп отырып, біздің бас прокурор, кім сенеді бұл прокурорға, айтыңыздаршы. Үні шықпайды прокурордың. Осындай ақырын бір нәрселер заңсыз нәрсені істеген кезде қолын қоя салады. Бұл жерде менің ойымша құрдан құрып Қызылордадағы кісі Қызылордадан Мейрамбек деген жігіт бар. Мына Қытай компаниясынан зардап шегіп отырған. Ол бас прокурорға, президентке зар жылаған хаты деген жетеді. Оның бармаған жері жоқ. Ал оған араша түспейді. Түспейді ораша. Ондай араша түспейді. Ол жерде және Қытайдың компаниясын қорғайды. Ол жерде ол зардап шектіріп отырған Қытайдың компаниясы өздерінің ортасындағы договорды бұзып, ананы банкрот қылып жерді. Мейрамбекті. Ол 4-5 жылдан бері жүгіріп жылап жүр. Оған қарамайды біздің прокурор. Ал енді салтанатқа бір әділетті үкім қалалық неден шығып еді. Қалалық сот әділетті үкім шығарып еді. Ал біздің ана бас прокурорымыз мынандай істеп отыр. Бас прокурор араласа кетеді. Сол үшін біз айтамыз. Мына үкімнің күшін жойғызу керек деп бас прокурор айтады. Сонда жазғанын көрсеңіз, енді ол туралы кейін айтамыз ғой, нақты. Маған наразылықты әлі жіберген жоқ. Сонда мен кіммін сонда? Адвокатына жібермеген деген не ол? Адвокат білмейді қандай наразылық, қандай негіздері бар екен. Әйтеуір білетінім, сол наразылық болыпты. Енді айтайын дегенім, тағы да бізге бір түкіріп отыр да бізде, біздің құқығымызға түкірген соншалықты. Бірінші жұмыс күні қаңтарда, бірінші жұмыс ол 5 қаңтарда сот қойып қойыпты, кассациялық сот. Неге? Себебі менің ойымша, жеке ойымша, бұл прокурор айтып отырмын ғой тағы да, бұл сенімі бар, біреумен келіскен, өздері, олар соттың ішінде де бар бизнесмендер. Сол үшін сыбайлас жемқорлық бар бұл жерде. Бірақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттігі мұндайларға әлі жетпейді, әлі жоқ. Айтады, президентке ғана тікелей бағынады дейді. А негізінде агентствоның әлі жоқ, әлсіз. Осындай прокурорларға келген кезде, үлкен осындай істерге келген кезде, агентствоның ешқандай әлі жоқ. Агентство по противодействию коррупции бессильно, когда касается вот таких незаконных действий прокуроров и судей. И, скорее всего, судит тоже, потому что мы думаем, что кассационная инстанция удовлетворит его протест, и Құсман қызы посадят на 8 лет. И мы что хотим сказать? Еще раз говорим, прокурор не должен работать. Он завалил работу Нұрдәулетов, кетші. Отставкаға кет, не істесең де. Маған десе қамап қойсаң да айтамыз, кет отставкаға. Ты должен уйти в отставку. Ты сделал все против людей. Никаких прав у нас нет, ничего у нас нет. Развалил прокуратуру. И все, что ты делаешь против людей.
Мне нечего сказать. Честно сказать, куда мы катимся, это вообще, это не знаю уже. Какое еще правовое государство? У нас нет правового государства. У нас не может быть правового государства, когда прокурор вот таким образом себя ведет. Все, осымен біттік біз. Болды, аяқталды эфир.